Бүгінгі қайталатын сөздердің тізімін осылай болады. Жем, жидек, сусын, тоймай қалу, жанында, аяғында, осы маңайда, болмайды, шығар, түк, мәз, бітіру, бағу, үсу, жетік. Сөздердің тізімін орыс тілінің нұсқасында оқимын. Корм, ягода, затем, не наесться, рядом, в конце, здесь, нельзя, возможно, нисколько, веселый, заканчивать, пасти, померзнуть, следующий. Сөздердің тізімін қолданып, шығармамды жазамын. Күтіп тұрыңыз. Қаңғыбас аю. Ұзақ, қатты суық қыстан кейін, көктем келгенде, арашының ара бағумен айналысатын кезі келді. Оған аралардың өскен-өспегенін тексеру керек еді. Араша өз ісінде жітік маман деп саналады. Көзде ол ара ойларын жылытып қойды, бірақ биылдағы қыс қатты аязды болғандықтан ол аралар үшін қатты алаңдады. Ол қыз бітіргеніне мәз болды. Ара ойлары таудағы өзеннің алқабында жайлаудың жанында орналасқан еді. Осы маңайда Арашаның жазғы ойшығы бірнеше жыл бұрын құрылды. Араша тауға жаяу көтеріліп, біріншіден үйшігіне барды. Онда оның жұмыс құралдары сақталған еді. Сосын ол ара ойларын тексерумен айналыспақ еді. Есікке келгенде ол есіктің құлпын болмағанды таңғалып байқады. Есікте аюдың тырнақтарынан қалған іздер табылды. Қаңғыбас аю қонаққа келіп тастады шығар. Мылтықсыз болып, ішіне кіруге болмайды, деп ойлады Араша түк қорықпай. Өйткені ол аңдардың жүріс-тұрысын жітік білді. Ақыр аяғында өшікте ешқандай жемді де, қоректі де тапқаннан соң, аю тоймай қалып басқа жерге кетті деп үміттенемін, деп ойлауды жалғастырды Араша. Бірнеше айдан кейін Араша жаз аяғында орманда жүргенінде аюдың іздеріне тап болды. Жаңағы аю Танхурай мен бүлдірген жидектерін жеп қойды шығар, деп ойлады ол. Медведь-шатун. После долгой и суровой зимы, когда наступила весна, для пчеловода настало время заняться уходом за пчелами. Ему нужно было проверить, не замерзли ли они зимой. Пчеловод считался следующим специалистом в своем деле. Осенью он утеплил улей. Но так как зима в этом году была очень морозной, он сильно переживал за пчел. Он был рад, что зима закончилась. Ульи находились в долине горной реки, рядом с пастбищем. Поблизости несколько лет тому назад был построен летний домик пчеловода. Пчеловод поднялся в гору пешком
и первым делом направился к своему домику. Там хранились его рабочие инструменты. Затем он собирался проверить ульи. Подойдя к двери, он с удивлением заметил, что замка на ней нет. На двери были обнаружены следы, оставленные когтями медведя. Медведь-шатун, наверное, заходил в гости. Без ружья заходить внутрь нельзя, подумал пчеловод, нисколько не испугавшись, потому что он хорошо знал повадки животных. В конце концов, не найдя в домике никакой еды, медведь, наверное, ушел голодным в другое место, продолжал размышлять пчеловод. Через несколько месяцев, в конце лета, когда пчеловод шел по лесу, он наткнулся на следы медведя. Тот самый медведь, наверное, поел всю малину и землянику, подумал он.